Сәлеметсіздер ме сіздер? Бүгінгі видеода кері байланысқа арналған ең үздік 10 әдісті көрсетемін. Осы әдісті пайдаланып, оқушылардың естерінде қалатындай сабақ өтіңіз және әріптестеріңізді де таң қалдырыңыз. Асықтар әдісі. Бұл әдісте тақтаға 3 түрлі қоржын ілінеді және асықтар беріледі. Оқушы сабақты өте жақсы түсіндім десе, жасыл асықтарды жасыл қоржынға барып салады. Жақсы түсіндім десе, сары қоржынға сары асықты салады. Әлі де іздену керек десе, қызыл қоржынға қызыл асықты салады. Келесі әдіс білім почтасы деп аталады. Оқушыларға мына суреттегідей хаттар таратылып беріледі. Оқушылар менің ойымша, себебі мысалы қорыта айтқанда деген сөздерді пайдалана отырып, бүгінгі сабақ туралы өз әсерімен бөліседі және оны почтаға салады. Смартфон әдісі. Бұл әдіс бойынша телефон экранының суретіне «Мен білгенмін, мен білдім, менің сұрағым бар» деген жазуларды жазып оқушыларға таратып береміз. Оқушылар осыны толтыру арқылы кері байланыс береді. Банкомат әдісі. Бұл әдіс бойынша тақтаға 3 түрлі түстегі банкомат ілінеді және оқушыларға банк карточкасы таратылып беріледі. Сол банк карточкаларына оқушы аты жөнін жазып, бүгінгі сабақтан алған әсерін жазып банкоматтарға салады. Банк карточкаларында оқушы алған ұпайын да көрсете алады. Әрі кері байланысқа да, әрі бағалауға да жүретін әдіс. Мұғалімге хат. Бұл кері байланыста оқушыларға мынадай хаттар таратылып беріледі. Оқушылар осы хатқа өзінің бүгінгі сабақ туралы әсерін, түсінбегендігін, сұрағы болса сұрағын жазып мұғалімге береді. Электр тогы әдісі. Бұл әдіс те әрі кері байланыс, әрі бағалау әдісі. Бұл кері байланыста оқушы астында берілген лампалардың бірін таңдап, белгілеп мұғалімге береді. Лейс Доритас әдісі. Бұл жерде чипсы Лейс немесе Доритас қолданылады. Лейсті немесе Доритасты ішіне қағаз салуға болатындай қорапша етіп шығарып дайындап аласыз, және де оның ішіндегі картоптарға оқушылар бүгінгі сабақ туралы ойын жазып салады. Келесі TikTok кері байланыс әдісі. Мұнда тақтаға телефон экранына салынған «Ұнады, айтарым бар, есіме сақтадым, достарыммен бөлісемін» деген қалташалар ілінеді. Және де осыларға салынатын стикерлер дайындалады. Осы стикерлерді оқушылар таңдап қалташаларға салады. Эмоция әдісі. Тақтаға мынадай қыз бен ұлдың суреті ілінеді. Және мынадай эмоциялар таратылып беріледі. Бұл оқушылардың бүгінгі сабақтан алған эмоциясы. Осылардың біреуін оқушы таңдап алып, ұлдар ұлдыкіне, қыздар қыздыкіне барып жапсырады. Смайликтер әдісі. Смайликтер әдісі де эмоция әдісіне ұқсас. Тақтаға бүгінгі сабақ деп смайликтерді жапсыруға арналған бос орын ілінеді. Осы бос дөңгелектерге оқушы түсінген жоқпын, сұрағым бар, бәрі түсінікті деген смайликтерді әкеліп жапсырады. Бұл көрнекіліктер арқылы пайдаланылатын кері байланысты әдістері болды. Егер де сізге онлайн платформалар арқылы жасалатын кері байланыс әдістері қызық болса, онда пікірге жазып кетіңіз. Келесі видеода сол туралы сөйлейміз. Көрсетілген кері байланыс әдістерін сабақтарыңызда қолданып көріңіздер. Бұл әдістер арқылы оқушылар өздерінің ойларын нақты әрі түсінікті жеткізе алады деп сенемін. Видео ұнаса, сізден лайк және подписка күтемін.